ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, құрамы өте оңай заттардан тұратын малибу салатын жасап көрсететін боламын. Видеоны мұқият қараңыз. Ең алдымен біз колбасаны алып 4 бұрыштап тураймыз. Міндетті түрде 4 бұрыштап. Осы экранда көрсетіп тұрғандай ешқандай кішкентай немесе үлкен болып кетпеу керек. Средний размерде турап алатын боламыз. Одан кейін қиярды тураймыз. Оны да дәл осы колбаса сияқты етіп 4 бұрыштап тураймыз. Барлық зат міндетті түрде 4 бұрышты болсын. Одан кейін помидорды саламыз. Помидор егер де сулы болса, кішкене ортасын алып тастасаңыз да болады. Оны да 4 бұрышты етіп турап, одан кейін копченый сыр қосамыз. Міндетті түрде копченый қосыңыз, сонда салаттың дәмі өте кіріп, копченый қышқыл дәм шығарады. Үстіне сухари қосамыз. Оны да 4 бұрышын таңдасаңыз, салатқа өте керемет үйлеседі. Енді майонез қосамыз. Майонезді өзіңіз ыңғайыңызға қарап қосасыз да, үстіне кукуруз салып, жақсылап бір келкетіп араластырып жүреміз. Қыздар, менің арнамда басқа да өте оңай жасалатын тағамдардың түрлері бар. Міндетті түрде арнама жазылып, колокольчикті басып алыңыздар. Ең соңында кішкене укроп қосып жесеңіз болады. Мен соңында қостым, себебі кейбіреулер ұнатпаса, қоспаса да болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, коммент жазыңыз.